Рубрика «Кім мықты?». Бүгінгі видеода Бека Бұйрабас және Шәріп. Видеоға лайк басып тіркеліп кет, менің арманым 5000 подписчикке жету. Unlock your state. Ұйықтады ма? Ұйықтады. Ұйықтайық болды. Телефон зарядке қойайын. Ойбай, мына балдар әрең ұйықтады ғой. Бір көмектесейін демейсің ғой. Қатын, ей! Тұршы, ей! Не болды? Мына жақта бірдеңе көрдім мен. А? Тұрсай. Меме? Ну, ойбай. Оянды ғой ана бала. Ұйықтат. Шаруам жоқ менің. Нелерің бар еді енді. Қазір ана екінші баланы оянса, жаныңды шығарам. Айуан. Келесіде кемеңдір, Нәуір балаға не болып қалсын? Не айқайшы онау? Бір апта демалыста адам сабақ кітап оқымай ма кішкене? Ойна! Алмама. Папасы қара шешін нәуір кең келеске. Адам бір апта демалғанда кітаптың бетін ашып, ұмытып қалған шығар, оңбаған қарашына бала. Шешең тісілайн басып бергеле. Не істерсің сен, бір апта демалыста адам сабақ оқымай ма? Кітабыңды алып кел. Папа, алып келдім, енді оқиын ба? Сен тупойсың ба нахуй? Женщина, у которой есть план, не керек саған? Топас 4-ші классың ғой сен? Қазір папа. Папа, мына кітапты оқиын ба? Таинственный сад деген кітапты оқисың ба сен? Топас 4-ші класста осындай кітап бар ма еді? Кешірім сұрайын папа. Аспан жер ұшады. Аспан жер ұшады. Вроде кеше шекпеген сияқты еді. Қайта оқи берші дальше. Бегемоттар құсады. Бегемот құсады сінесіз? Точно жаттау ма мынау? Жираф келіп тығады. Жираф сінесе? Не тығып атыр мынау? Әкеш кітапты. Плюс 18 деген кітап қой мынау? Басқа кітап жоқ па не оқитын үйде? Папа кешіріңізші, папа мен білмеймін, папа. Маманың бөлмесінен алған кітап қой. Беталеқа шешең сабақ 4 класс кітабын алып келіп бар. Роза, которая любит жить. Пап, мам, бір видео түсіріп алайыншы. Не видео? Өлең айтсаңыздар болды. Өлең? Өлең несі құршай? Сіздердің махаббаттарыңыз туралы. Күшті ғой? Керек жағай. Тоқтамайым. Мен жанайын жансам отқа. Жана бер. Сорлы. Бұл. Қойсай болды ғой, жағыласа бермей. Айтайықта дұрыстап. Ойбай. Өлә, мұна сорлы бар ғой. Болды. Вот шей. Болды. Сіздердің махаббаттарыңыз туралы ғой. Қойшы сен ей. Сезіммен құрып кетші. Түсірмей қойықшы қойшы. Сорлы. Әкесінің баласы, әкесінен айнымай қалған, өзі аузынан түсіп қалған папасын, балам, Үлкен балаңаш түрі қорқынышты өсіп кеткен. Кет жоқ бол бар, Бірден істе бар үйде, отырмаш көзге күйіп болып. Ана ортанша қайда, әнің қайда анау? Жұмыс істеп жатыр ма? Құл болып жұмыс істесін ол. Кесін бағатын осы бала міне. Бірдеңе жейсің ба? Шоколад алып береді папасы. Не болып қалсын, ет жүрегің езіліп отыр ғой мына балаға. Конечно, әкесінің баласы емес пе? Мына бала ертең мен бағат жейді. Қатты жақсы көресің ба мына баланы? Онда тіпті жақсы болды. 2 сағатқа отыра тұр, мен барып продукт алып қайтамын. Алып кетме, баланы алып кетме. Бала дейтін бару керек. Мамаң барасың ба, папамен қаласың ба? Отырып айтып отыр, бар, мамамен бару керек па? Не болды, жынды ма құрсын? Отыра тұрып өліп тұрған жоқсың ба, балам деп. Бұмен отқаннан кейін сүтін беру керек. Сием дейді, сигізу керек, көтін жуу керек. Қой айналайын, мен уақыт жоқ жұмыс істеу керек. Отыра деймін мен саған құрсын, сүтін бересің, шайын бересің. Өзі сұрайды ғой, аузы бар ғой. Алло, көрші не болды, қашан сөйтіп өтмек, алып тастайын көрші. Жан балам, давай. Мына балаң менен өліп тая жеп алды. Өлі мына балаға не болған? Жаңа сыртта. Айуан, өлі масқара. Сол үшін тая жеді. Жоқ, енді дұрыс қой, бірақ өзің папасы ұрғанда дұрыс болар еді. Өзің балаларың ше? Біздің балалар үйде жоқ просто. Мен мына баланы танымаймын ғой, кім екен біліп тұрған жоқпын ғой. Осы үйде бап келді ғой бұл. Қой, біздің бала бұндай емес. Жүрші, үйіңді табайықшы сен. Мама, не болды қаншық? Мама, біздің класстағаны Аружан деген қыз бар еді ғой. Сол 11 бітірмей жатып байға шығайын деп жатыр. Кім анау басы биттеп кетті жүрген Аружан ба? Көтік шыған екен оның. Дұрыс емес па не, мама байға шығып жатса? Конечно дұрыс емес, дұрыс па не?
бесіктен бел шықпай жатып ертең енесімен отырады қырылып. Жоқ, мама, может, енесі жақсы адам болса ше, мысалға. Тумақ енесі жақсы болады. Любой келін қырылады енесімен. Кете қойшы құрсын, еріме тимей сенде. Ну, может, мама, күйеуі бай шығар, бизнесмен, ақшасы бар. Әй, күйеуі бай болмақ түгілі бар емес па? Күйеуі миллиардер болып кетсе де, сол айналайын. 11-ден байға шығу әлі ерте. Жоқ, енді вообще проблема болмаса ше, мама. Күйеуімен ұрыспайды, енесімен күшті шетелге шығады, қыдырады, а? Әй, жігіттердің бәрі сөйтіп лапша әлетіле. Сосын алады да сен үйге апарып вешалкаға іледі, көрдің бе? Сонда вообще не вариант па, мама? Сен қаншықсың, сұрақтарың біртүрлі что-то. Сен емес бәйтеуір шығайын деп отқан осы байға көтіңді қышты. Жоқ, мама, құдай сақтасын, мен ондай қатысым жоқ. 25-26-та шығасың нормально. Алло, жаным, құрсын, алып қашу атмені. Мама қарсы екен ондайға. Соттатып жіберем деп жатыр. Давай құрсын, кетші бар нафиг. Мама, Не болды? папаға пранк істейік. Не пранк? Көрші, иә. Ей, мынауды өтпей қойды ғой. 250 мыңға телевизор алдым ғой. Қосаңшы, мама. Қарасай мына рекламасы шығып тұр ғой. Ой, сіз оны қолданбасаңызшы. Жаңа тюбті тартып алыңыз. Google Play'да да, App Store'да да бар. Тегін ешқандай ақысыз, рекламасыз көре бересіз. Күшті ғой. Оның үстінде телефонды құлтап қойып, дауысын тыңдап жүрсеңіз де болады. Болыңыз тез. Болды, дайын. Қай отыр қазір? Не сынды, нені қираттыңдар тағы да, Сындырып алып абайламайсың ба енді сенде? Не құрттыңдар мына, не? Жарытпайсыңдар ғой, құртуға дайын тұрасыңдар. Ана екіншінің үйіне ақыра салу керек еді. Солар құртпай әпедем ұстап отырады. Немене дейді? Тоқалымда кәдімгі. Папа. Шаршатасыңдар ғой сендер. Ойбай. Адам жынына тиіп. Пранк қой бұл. Пранк. Маған қарсайшы мұны. Экран істеп тұр ғой. О, ше. Менікі де пранк еді ғой шын. Мама, маған көйлек алып бересіз бе? Не керек саған, сен қаншыққа көйлек, не жырпылдап? Жай мама көйлек кигің келеді, қыздар құсап. Көйлек кигенше адам бірінші мұртын алмай ма, жүндеріңді алсайшы. Мама, пожалуйста, көйлек алып берші болды. Жүр, мен саған менде бір көйлек бар еді киген, как раз тойға киген. Соны берем қазір тігіп. Мама, новый алмаймыз ба базардан? Оттама, қаяқтың новый, киме, әдемі міне. Жарайды, мама сосын маған туфли керек. Как раз мен киген туфли бар, анау тобығы түсіп қалған, жүр берем. Мама, мен новый кигім келеді ғой, то сен аяғың 48. Доп, новый туфли. 100 рет кигем өзім. Ладно, мама, хотя бы сумка новый алайықшы. Эй, сумка да бар менде. Не қыласың оны сатып қа берем. Қандай, мам? Міне мындай сумка бар. Ішіне өзің жатып аласың еще ұйықтайтын кезде. Мә, ұста, СССРский мынау. Кімнің вайны күлкілі болды? Комментке жазып кет және арнаға тіркел.